Сәлем достар, видео бастамастан алдымен арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздерге әлеуметтік желінің сырын, құпиясын және пайдасы мен зиянын айтатын боламыз. Өте қызықты болады. Видеоны сондайын тамашалаңыздар. Сіздермен бірге біле жарнасы. Қазақстандағы қазіргі кезде ең көп қолданыстағы әлеуметтік желілердің бірі Нұр.кз сайты болып есептеледі. Одан басқа да Бірге.кз, Лайк.кз, Он.кз сайттары жұмыс істеуде. Солардың ішінде Желіде.кз сайтына келетін болсақ, Желіде.кз сайты 2011 жылдың тамыз айында ашылды. Сондай-ақ аз уақыт ішінде 10 мыңнан аса қолданушыға жетіп үлгерді. Бұл Қазнет үшін өте жоғары көрсеткіш болып есептеледі. Желіде.кз сайты қазіргі күнде жұмыс істемейді. Әлеуметтік желі фильмде интернеттегі ең танымал әлеуметтік желілердің бірі Фейсбуктың құрылуы туралы баяндалады. 2004 жылы оның негізін қалаған Гарвард университетінің студенттерінің өмірі әлеуметтік желі әлем бойынша үлкен танымалдыққа ие болғанда түпкілікті өзгеріп сала берді. Бірнеше жылдың ішінде олар ақш-тың ең жас әлеуметтік желілер тарихы. 1970 жылдардың соңында адамдар бір-бірімен әңгімелесе алатын алғашқы электронды хабарландыру тақталары пайда бола бастады. Әрине, сол кезде бүгінгідей ыңғайлы болған жоқ, бірақ адамдарды ғаламторда біріктірудің бұл алғашқы қадамдары еді. Келесі кезең алғашқы онлайн пайда болуы еді. Әңгімелесуге арналған чатты жасаған бірінші компания CompuServe болды. Сервисте әңгімелесудің бір сағатына $30 төлеу керек еді. Бұл осы компанияның негізгі кемшілігі болды. Кейін жедел хабарламалар жүйесі пайда болды. Файлдарды жіберетін және чаттағы жедел әңгімелесудің бірінші сервисі 1988 жылы Multi-User Talk программасын алмастырған IRQ Internet Relay чат болды. 1991 жылғы шөлдегі дауыл әскери операцияның онлайн режимінде бүкіл әлемдегі келген хабарлама трансляциясынан кейін IRQ кең танымал болды. IRQ-дің негізгі кемшілігі шектеулі қолдану болды. 1990 жылдардың ортасында IQ құрылды. Ол жеке компьютерлерге арналған жедел хабарлама жеткізудің бірінші жүйесі болды. IQ-дің негізін Mirabilis компаниясы қалады. Бүгінгі таңда IQ Mail.ru Group-тың құрамында кіреді. 2012 жылдың наурыздағы көрсеткіші бойынша әлем бойынша 23,4 миллион қолданушы бар еді. Әлеуметтік желілердің құрылуына келсек, әлеуметтік желілердің пайда болуына басты себебі ол әрине адамдардың бір-бірімен әңгімелесудің қалауы. Бұрындары адамдар әңгімелесу үшін бір-бірімен кездесетін. Ер жігітпен танысқың келсе, көшеде танысып серуендеуге шығатын, киноға, театрға апаратын. Ал бүгінгі жастар қалай танысады? Таныс емес адамдарды әлеуметтік желілерде парақшасын қосып танысады. Интернеттің пайда болуымен және таралуымен барлығы өзгере бастады. Достарымен тілдесу виртуалды әңгімелесуге көше бастады. Бұл дұрыс па әлде бұрыс па? Әркім шешеді. Соңғы кездері адамдар бетпе-бет кездесумен гөрі әлеуметтік желілерде тілдесуді қалайды. Әлеуметтік желілердің пайда болуымен дамуына не түрткі болды? Әрине, тез дамып келе жатқан интернет. Интернеттегі әлеуметтік желілердің бірінші аналогы 1995 жылы Рэнди Кондрастың іске қосқан Классматес болып табылады. Сайтының аудармасы сыныптастар сайтының мақсаты сыныптастарды және мектептегі достарыңды табуға мүмкіндік жасау. Бастапқыда сайт танымал емес еді, өйткені профильді жасау және достарды қосу функциялары болмады. Ал сайт қолданушылары тек білім беру мекемелердің және сонда оқыған оқушылардың тізімін ғана көре алады. Классматес әлеуметтік желілердің пайда болуына түрткі болды. Жоба нәтижелі болды және де өз иелерінің табыс әкелді. Осыған қызығушылықпен қараған басқа адамдар өз әлеуметтік желілерін ойлап табуға кірісті. Бүгінгі күні сайт өз жұмысын жалғастыруда. Әлем бойынша сайттың қолданушылары саны 50 миллионға жетті.
Бүгінгі күннің біздің түсінігіміздің бірінші толыққанды әлеуметтік желі Эндрю Вейнрейх 1997 жылы іске қосқан Six Degrees-ті айтуға болады. Әлеуметтік желінің мақсаты 6 қосылыстау теориясының дәлелдеу еді. Келесі әлеуметтік желілер Астян, Авени, Майгенти, Planet 1997 жылы және 1999 жылдар аралығында пайда болды. Функционалдағы жағынан алдындағы қатты өзгерішілік болмады. 1999 жылдың 18 наурызында америкалық студент-программист Брент Фитцпатриктің жанды журналы Wave журналы болып табылды. Бұл ТМД елдерінде кең танымал болды. Wave журналы бірінші болып топтарды құрып оларды хат алмасу мүмкіндігі берді. Осыны біз бүгін барлық әлеуметтік желілерін байқай аламыз. 2004 жылы Марк Цукерберг The Facebook әлеуметтік желісінің негізін қалады. 2005 жылдан бұл Facebook деп атала бастады. 2008 жылы Facebook әлеуметтік желісі әлемдегі ең танымал әлеуметтік желілерге айналды және бүгінгі күнге дейін көштің басында. Ал достар, осы видеода өз аяғына жетті. Егер сізге видео ұнаған болса, онда міндетті түрде арна жазылыңыз және лайк басыңыз. Келесі видеода кездескенше.